Бүгін бізге диагностиканы өтуге Манарбек Мергенғалиев деген мырза келіп отыр. Қазір бұл кісіні диагностиканы өткіземіз. Диагностиканы өткізу барысын сіздермен бөлісетін боламыз. Бірінші кезекте осылай барлығын енгізіп алдық. Яғни Манарбек Мергенғалиев пол, туған айы, бойы және салмағын барлығын енгіздік. Тест дегенді басамыз. Барлығын қолып оң қолына ұстайды. Осылайынан тест барысы жүреді бізде. Қазір бізде диагностика басталды. Суретте көріп тұрғандарыңыздай сол органдар диагностика өтіп жатыр. Қазір жүрек органын тексеріп жатыр. Барлығы өте медицинский, өте серьезный аппарат. Барлығын көріңіздер, өкпені тексеріп жатыр. Қазір өте маңызды орын асқазанды тексеріп жатыр. Бауыр жұмыс жасау функциясын осы әрбір органды жеке-жеке түсіреді. Мына бізде бүйрек, анализ қорытындысы аяқталды. Қазір бұл анализ қорытындысын сақтаймыз. Бұл кісінің анализ қорытындысы шықты. Манарбек мырзаның. Ана жақта бірінші жүрек қан тамыры жүйесі, осы жақта түсіндіру. Осылайынан дәл осылайынан бізде 39 анализ қорытындысы шығады. 39 анализ қорытындысын қазір жеке-жеке бізден аппараттан түскен адамдарға жеке-жеке түсіндіріп береміз. Яғни жүрек қан тамыры жүйесі, осылардың барлығын түсіндіріп береміз. Қанның қоюлығы, холестерин деңгейі, липид функция, ЖКТ-ның ас қорыту жүйесінің жұмысы бұл кісіде жақсы екен, бірақ сіңірілу деңгейі кішкене төмен болып тұр. Қалған жерлері бәрі ас қорыту жүйесі өте жақсы. Тоқ ішектің жұмысын тексердік. Бұл жақта тоқ ішекте бұл кісіде ешқандай мәселе жоқ. Тек кишечный бактерия деңгейі ғана түсіпті. Осыны көтеру керек. Қалған жерде печени барлығы түсірді. Осымен бүкіл анализ қорытындысы шығады. Манарбек мырзаны диагностиканы өткіздік. Манарбек мырзаның бүгін диагностиканы өту процесі, түсіндіру барысы, консультация, қызмет қалай болды, сол жайлы айтып кетсеңіз өзіңіз. Так, енді көптеген адамдар секілді бастап кезде үлкен бір не болмағаннан кейін сенімсіздік болады, бірақ диагностикадан өткеннен кейін бірден ең бір плюсы маған 40 түрлі анализ қорытындысы, 39 енді общий отчетпен 40 түрлі анализ қорытындысы шығарып беретін ұнады. Екінші кезекте енді біз көптеген больницаға барамыз, анда барамыз, мында барамыз, тексерілеміз, база жоқ тексеріп береді, бірақ ең бір минусы ол жақта жақсылап түсіндіріп бермейді, бізге жақсылап отыр. Ана жерде уже бүкіл 40 түрлі анализ қорытындысын 30-40-50 минут бойына жақсылап отырып түсіндіріп беретіні ең бір плюс болып тұр. Одан кейін барлық қарап отырсаңыздар схема түрінде көрсетіліп тұр, анық, нақты, четко. Және де мысалға тағы да бір нәрсе, мысалы просто анализ қорытындысын ғана беріп қоймайды. Астында осы жүрек болса, жүректі қалай жақсарту керек, асқазан қалай жақсарту керек, басқа да мысалы организм қалай жақсарту керек жайлы пайдалы ақпараттар бар екен. Дұрысын айтқан кезде енді бағасы өте арзан, бірақ енді анализ қорытындысын шығарып беретіні өте керемет. Енді біз бір ғана анализ тапсыру үшін бір 10-15-20 минут төлейтін болсақ, мына жерде 10 мың теңгеге жетпес шамалы асатын бағаға 40 түрлі анализ қорытындысын алып, оны талдап, денсаулықтағы бүкіл мәселені анықтап алып жатырмыз. Ең бір плюсы осы ұнап тұр. Сізге қатты қуаныштымын осындай мощный отзыв бергеніңізге. Шын көңіліңізбен, пейіліңізбен, ішкі түсінігіңізбен бізбен бөліскеніңізге сізге мың алғыс. Енді денсаулығыңызды тексердік, бәрі жақсы екен. Қажетті дәрумендермен қолдап отырсаңыз ғана болғаны. Сіздер де осы Манарбек мырза сияқты риза болып кеткілеріңіз келетін болса, толық диагностиканы өтіп, денсаулықтарыңызды тексерткілеріңіз келетін болса, төмендегі WhatsApp нөмірге жазыңыздар немесе хабарласыңыздар.